бір кісі сұрақ қойып жатыр да, сөйтіп 7 шелпекті сұрап жатыр да. 7 шелпек Аллаға серік қосу ма дейді да, осылайынан. Дәл осылайынан сұраған ғой. 7 шелпек тарату Аллаға серік қосу ма дейді. Сөйтіп мен тұрдым да оған жазып жібердім да, неге сұрақ жауапта. 7 шелпек тарату дедім, ешқандай ол шариғатымызда қайшы емес. 7 шелпек тарата беріңіз деп жазып жібере салдым да. Сөйтіп бір кісі хабарласады, астағфирулла дейді. Дәлеліңіз қандай дейді. Мен айтып жатырмын, енді дәлел қандай дәлел керек? Жалпы садақа деген нәрсе бар. Дұрыс па? Садақа беру. Ол садақаны сіз құрмамен бересіз ба, нанмен бересіз ба, лепешкамен бересіз ба, самсамен бересіз ба? Кез келген нәрсемен бере берсе болады садақаны. Сол секілді 7 шелпек те сондай деймін да. Нанмен беру. Пайғамбар тіпті хадисі де бар да. Нан тарату туралы. Хадистер де бар да, онда келген негіз. Шелпекте нан ғой. Сондықтан оның ешқандай бағана шариғатқа қайшылық жоқ. Өзімізде оқыдық, ақидада оқыдыңыздар ғой. Имам Тахауи не деп айтты? Тірі адамдардың өлі адамдарға дұға етуінде дейді. Сол секілді өліп қалған адамдардың атынан садақа беру оларға пайдасын келтіреді дейді. Өліп кеткен адамдарға. Сонда пайдасы барады деп жатыр өлген адамдарға. Міне осы тұста ғалымдарымыз жалпы хадистегі Құран аяттарына, хадистерге сүйене отырып, ғалымдарымыз жақсы амалдың сауабын бағыштай берсе болады деген. Ол кез келген жақсы амал. Кез келген. Сіз қазір тұрасыз, 2 рәкат нәпіл намазын оқисыз да, сауабын ата-анаңызға бағыштай берсеңіз болады. Кез келген амал. Құран оқыдыңыз да, Құран оқып болғаннан кейін аталарыңызға бағыштай берсеңіз болады сауабын. Түсіндіңіз ба? Сондықтан жалпы негіз бізде сол айтайын дегенім, бізде кез келген нәрсенің негізі болса, ол бидағат емес болды. Бір кезде мынандай бір жағдай болған екен де, бір оқиға болған екен де, бағана есіме түсіп кетті да, сауап екеуінде де бола ма деген. Бір кісі енді барып Құран оқытады екен де шелпекке, мешітке барып, өзі намаз оқымайды да. Сөйтіп мешітке барған, имамға осылай деп менің өзінің әкесінің бағана атын жазып берген алдына шелпекті қойған, сөйтіп енді Құран оқытқызған ғой. Сөйтіп енді бізде енді көбінесе бағанағы әулие әмбиелер деп солардан бәрінен бастайды ғой, енді соған бағыштадық сауабын деп бағана кісі күтіп отырып, менің әкем өзі сауап қалды ма деп айтады дейді имамға. Бәріне бағыштап келе жатыр ғой. Бәріне бағыштап келе жатыр, өзі күтіп тұр дейді, бірдеңе айтқысы келіп тұр дейді да маған. Мен бағыштап жатырмын дейді, енді қазір кезегі келген кезде оның әкесін айтайын деп тұрған ғой, енді есімін. Сол секілді Алланың мейірімі кең де, иншаллах.